Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз логикалық операторлар. Алдымен ойланайық, блок дегеніміз не? Блоктардың қызметтері қандай? Бүгінгі үйренетініміз логикалық операторлар, логикалық операторлардың қызметі. Операторлар блогының қызметі қандай? Scratch программасында біз тағы бір блокпен танысайық. Бұл операторлар блогы. Ол жасыл түспен белгіленген. Операторлар блогында командалар арифметикалық және логикалық болып бөлінеді. Арифметикалық операторлар қарапайым математикалық амалдарды орындау үшін қолданылады. Мәселен, қосу, азайту, бөлу, көбейту. Scratch программасында логикалық операторлар формасы мынадай түрдегі блокта орналасады. Біз осы логикалық операторлардың қарапайым командаларымен танысамыз. Ақиқат, жалған ұғымдары нені білдіреді? Нақты өмірде көптеген нысандар мен құбылыстардың қасиеттері екі мәнмен анықталады. Мысалы, я және жоқ. Соған айтылған ақпараттар ақиқат немесе жалған деп сипатталуы мүмкін. Әңгіме қарапайым немесе күрделі болуы мүмкін. Дәл осы қағида сияқты Scratch'те логикалық операторды пайдаланып, логикалық пікірді анықтауға болады. Логикалық операторларды пайдалана отырып, біз ақиқат, жалған деген пікірлердің бір нәтижесін алу үшін қатынастардың екі немесе одан көп өрнектердің мәндерін салыстыра аламыз. Логикалық операторлар және немесе емес. Және екі пайымда дұрыс болса, нәтиже дұрыс. Ал екі пайымның біреуі дұрыс болмаса, нәтиже дұрыс емес. Немесе екі пайымның біреуі дұрыс болса, нәтиже дұрыс емес. Егер пайым дұрыс болмаса, нәтиже дұрыс. Осы кесте түсінікті болу үшін мысалдар қарастырайық. Логикалық операторлардың мысалдары. Мына бірінші мысалдан көріп тұрғандарыңдай, 3 саны 2 санынан кіші. Бұл жалған. 2 саны 1 санынан үлкен. Ақиқат болса да, ережеге сәйкес бұл оператордың мәні жалған болады. Енді біз Scratch программасында логикалық операторларды пайдаланып, мысалдар қарастырайық. Кейіпкеріміз бізге сұрақ қойсын. Жауабымызға қарай дұрыс немесе қате деп айтуы керек. Екі пайымның біреуі дұрыс болса, нәтиже дұрыс деген немесе операторының ережесін қолданамыз. Скриптті құрып, тексеріп көрейік. Жұмысымызды бастаймыз. Спрайтқа оқушы баланы алдық және оқиғалар бөлімінен басылғанда командасын аламыз. Бұл программа басылғанда қойылатын блок. Ары қарай сенсорлар блогынан сенің есімің кім дегенді сұра және күт командасын алып, осы жерді біздің астанамыз қалай аталады деп өзгертеміз. Ары қарай. Егер ол бізде басқару блогында, егер онда командасын аламыз да, осы скрипттерді, осы скрипттің ішіне операторлар блогынан немесе скриптін алып қоямыз. Осы немесенің екі жағы бос, сол жерге теңдік белгісі бар скриптін орналастырамыз. Бірінші бөліміне, сенсорлар бөлімінен жауап скриптісін қоямыз. Екінші жағына, егер жауап берсе Астана немесе Нұр-Сұлтан деп. Онда жауабымыз
Дұрыс деп айту керек. Дұрыс. Ал егер басқару блогымен барып қайтадан егерді аламыз. Ал егер басқа жауап болса, жауапты қоямыз бірінші бөліне. Мысалы, Алматы. Егер басқа жауап болса да, осы жауап шығады. Онда бізге қате деп айтады. Біздің астанамыз қалай аталады деп сұрады. Астана. Дұрыс. Егер Алматы деп жауап берсем, қате. Білгенге маржан. Логикалық операторлар барлық программалау тілдерінде қолданылады. Scratch'те олардың көмегімен нысандардың өзгеруіне жағдай жасалады. Бұл шарттар маңызды емес, ең бастысы олар ақиқат не жалған болады. Міне қызық, ағылшын математигі Джордж Булдің есімі программалауда деректер типіне берілген. Себебі Булдің алгебрасы белгілі бір жайттың ақиқат не жалған екенін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл теория 19 ғасырда белгілі болғанымен, тек 20 ғасырдың аяғында ғана қолданыла бастады. Программалау тілінде Boolean деп аталады. Енді балалар, мына тапсырманы ізденіп орындаймыз. Кестені толтыр. Операторлар және немесе емес. Осылардың мәндерін жазамыз. Ойлан жаз. Мына текстте бос орындарды толтыр. Жасырын сөзді тап. Әрбір суреттің бірінші әрпін пайдаланып, сөз құрастыр. Енді сұрақтарға жауап берейік. Операторлар блогының қызметі қандай? Операторлар блогы қандай түспен беріледі? Нысандар мен құбылыстардың қасиеттері қалай анықталады? Келесі тапсырма компьютерде орындаймыз. Төмендегі программаның скриптін тексеріп орында. Балалар, оқулықтағы 24-ші бетте компьютерде орындайық деген тапсырманы бірге орындаймыз. Алдымен спрайттардан баланы таңдап аламыз. Яғни сіздер кез келген адамды таңдауға болады. Ары қарай, ең алдымен айнымалылар бөлімінен айнымалы жасап аламыз. Сан деп ат қойдым. Жақсы, яғни сан бөлімі пайда болды айнымалысы. Ол бізге көрінбей қою керек. Ойлаған санымыз енді ары қарай құрамыз. Оқиғалар басылғанда жаңағы айнымалыға кіреміз де орналастыру скриптісін аламыз. Осы 0 деген орынға операторлар блогынан 0 мен 1 санын аралығындағы кездейсоқ санды таңда дегенді қоямыз. Мына жердегі санды өздеріңіз қалауларыңызша қоюға болады. Менің айнымалымын біз санға өзгертеміз. Сан жаңағы өзіміздің жасап алған айнымалымыз. Оқиғалар басқару блогынан әрқашанды қоямыз. Осының ішіне болғанға дейін қайталау командасын апарамыз. Операторлар бөлімінен тең болғанға дейін, яғни сан мен жауап тең болғанға дейін осы командамыз қайталана береді. Сенсорлар блогынан жауап. Енді сұрақ қоямыз. Мен қандай соны ойладым деп. Егер басқару блогынан егер онда айтпесен аламыз. Егер операторлар блогынан жауабымыз саннан үлкен болса, жауабымыз санды орналастырамыз. Егер жауабымыз саннан үлкен болса, онда бізге бұл бала
2 секунд бойы үлкен деген сөзді айтады. Ал әйтпесе, тағы да басқару блогына барып, егер жауабымыз саннан кіші болса, мына белгіні апарамыз. Жауабымыз саннан кіші болса, онда 2 секунд бойы бізге кіші деп айту керек. Яғни ойлаған саннан кіші болса. Кіші. Ал егер басқару блогынан тағы да егерді орналастырамыз. Операторлар блогынан ойлаған санымыз бен жауабымыз егер дәл келсе, тура болса, онда бізге дұрыс деп айту керек. Сан келбет блогынан 2 секунд бойы бізге дұрыс дейді. Ары қарай басқару блогынан тоқтату. Егер дұрыс болған жағдайда барлық команданы тоқтатамыз. Нәтижесін көрейік. Бала старт. Мен қандай сан ойладым деп сұрақ қойды. Ол 1 мен 10 аралығындағы санды ойлады. Жауап береміз. Кез келген сан жазып берем. 6. Үлкен. Яғни 6 саны үлкен екен. Онда кішірек қылып жазамын. 4. Үлкен. 2. Кіші. Значит, баланың ойлаған саны 3. Дұрыс. Міне, осындай жұмысты өздеріңіз де жасап көріңіздер. Ой бөлісейік. Әсемай, Жадыра және Айсәуле Scratch программа ортасында кейіпкермен жоба жасап отыр. Үшеуінің таңдаған спрайттары бірдей. Тек айырмашылығы кейіпкердің киімдерінде. Бас киім, мойын орағышы етігі. Әсемайдың жобасындағы спрайтта кейіпкердің мойын орағышы мен бас киімі болған жоқ. Айсәуленің кейіпкерінде етік жоқ. Әр қыздың кейіпкеріне тән заттарды ата. Қалай шештің? Жұбыңмен бөліс. Сабағымызды қорытындылайық. Ауа райы арқылы қорытынды жаса. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.